Алланың olsun. Жалғыздық тек қана Аллаға ғана жарасқан, Аллаға ғана тән. Ендеше әрине осы үлкен астың үстінде әніміз жұп болсын. Әрине тек қана сіздердің құрметтеріңізге. Қона білгенге құт қонады, бағалай білгенге бақ қонады. Ендеше айтыскер ақын Ақмарал Тілеубаеваның «Қуанышым, қазынам» деген әні қадірменді жақсылар, баршаңыздың құрметтеріңізге қабыл алыңыздар. Осы үлкен астың үстінде тағы да бір әдемі әнді сіздердің құрметтеріңізге шырқап жіберсек деген жайымыз бар. Жақсыз қалғанша жаман қарын жарылсын дейді ол қазақ әзіл. Ендеше мен енді қасыма дәстүрлі әнші, осы республикадағы дәстүрлі әншілер арасындағы байқаулардың тек қана бас жүлде алатын біз Русланмен мақтанамыз. Мәдинаның жездесі мұнда бөтен адам жоқ. Біз қыздарымызды жаман жігіттен қана мықты жігіттерге береміз негізі. Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияның дәстүрлі әншісі, Мен қазақпын мега жобасын Түркістан облысы атынан республикада намысын қорғаған, және де жақында тағы да бір конкурс өтті. Жеті қазына деген республикалық дәстүрлі әншілердің байқауы, сол байқауда бас жүлдені жеңіп алған есімі Руслан, фамилиясы Ахымбеков. Негізі шын таланттар өзін мақтағанды негізі онша жақтырмайды, қаламайды. Неге екенін білмеймін. Бір кішкентай адамдар өзін мақтаса деп соны қалап тұрады ғой, сұрап тұрады ғой, бірақ шын талантты адамдар өзінің көзіне мақтағанын қаламайды. Дегенмен де жақсының жақсылығына нұр тасын дейді. Русланжан, тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Қадірмен қонақтар, өнерпаздар қашанда ту көтереді. Бір қошеметтеп қойсаңыздар. Ал рахмет қадірменді көпшілік тойларыңыз құтты болсын. Сіздердің құрметтеріңізге үкілі бір айдың ән көнегеннен айтып берейік, қалмаңыздар.
백문화양드 백가사크가 그가 니가예 사르마이면 놈바라가는 모르다스나이 алтыдан қорғасындай қайрар гәккү гәгигайе Gak